Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешсермедім. Қазақ елінің барына туған ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев ақынымыздың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны жалғастырамыз. Номер 52-ші мектеп лицейінің башысы Айнұр Жарылқасынқызына және әкімшілікке жолдаймыз. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Номер 52-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігімен Абай Құнанбаевтың 175 жыл мерейтойына арналған эстафетаны номер 52-ші мектеп лицей директоры Имырсаев Айнұр Жарылқасынқызы және мектеп әкімшілігі аса қуанышпен қабыл алдық. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе. Адалдықты көздесең, жаттап оқы көңілге, деп Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай. Абайдың әрбір сөзінен мән беру, үңіле оқу, көңілге тоқу, әдебиетшілер айдынындағыларға ғана емес, барша азаматтан парызы деп білемін. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күрелтпек. Асымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушының көбінадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп енді екі ұртың. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әрқалаң, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та бар қалаң. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, қор етеді қолығын ішке сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисыны тауып, тағыны кетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақырап қала алмас. Қиналма бекер, тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойғалақ. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегіміз болмай ма, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла, соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Өзіңнің қарасы көңілімнің санасы бітпейді
әкімшілігі ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жыл мерейтойына арналған эстафетаны нөмірі 52 мектеп лицейінің дене шынықтыру пән бірлестігіне жолдайды. Қазақтың мақтанышы ұлы тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын нөмір 52 мектеп лицей директоры Айнұр Жарылқасымқызы бастаған мектеп әкімшілігінен дене шынықтыру пән бірлестігі зор құрметпен қабылдаймыз. Өлім қайтты достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Құлақтан кіріп ойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсең мен шесі. Қайрат болмаса, ұйықтаған ойды күптіртпек, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша көңіл көтермек. Сен, Ректор, алмасындар ма? Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалан. Сен де бүкірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді-ау уысыма, қолымды мезгілімен кеш сермедім. Сенбе жұртқа тұрса қанша мақтап, әуретеді қулықты ішке сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз болып мадақты қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуып бойды еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызық керіп оңғақ керме, жүрегіңе сүңгіде түбін көздеп, сонан тапқан шын асылды тастап кетпе. Абай шығармашылығын насихаттау мақсатында Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын нөмір 52 мектеп лицейінің орыс тілі мен әдебиеті пән бірлестігіне жолдаймыз. Садитесь. Тема нашего урока – первый поэт казаха. Это Абай Кунанбаев. Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа, философ, мыслитель, просветитель, а также переводчик. Эпиграф сегодняшнего нашего урока – «Асемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалам. Сен де бір күрсіншілеге, кетігін атта бар қалам». Ұстаздар, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы тойлануда. Нөмір 52 мектеп лицейінің дене шынықтыру пән бірлестігінің орыс тілі мен әдебиет пән бірлестігіне берілген эстафетаны қабылдаймыз. Махаббатпен жаратқан адам затты, сен де сүй ол ауаны жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседе асық бол, адам болам десеңіз. Жасымда қолым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсем менше сүй. Ақ күйімді денелі ақ сақалды, соққыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Құрметті ұстаздар, номер 52 мектеп лицейінің орыс тілі мен әдебиет пән бірлестігі эстафетаны математика пән бірлестігіне жолдайды. Абай саясаткер, Абай жаңа заманымыздың басы, болашағымыздың жол сілтеушісі. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ұлы ақынның өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын орыс тілі бірлестігінен зор қуанышпен математика бірлестігі қабыл алдық. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әдиет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы 2 ел соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгалма. Ақ киімді денеді, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Құлақтан кіріп ойды алар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, асыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, асыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы сылдырласып өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Ұлы ақынның өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын тарих бірлестігіне жолдаймыз. Құрметті ұстаздар, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Абай өлеңдерінен үзінді эстафетасын математика бірлестігінен қабыл аламыз. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртым, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұрқым.
Сор болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Адам бойында бір жағымсыз қасиет бар, және одан арылу өте қиын. Бұл мақтаншақтық. Бұл қасиет адам бойында туа бітпейді. Ол оның бойында бірте-бірте қалыптасады. Негізінен мақтаншақтық бұл адамдардың өзінің байлығын, дүниесін, жасаған істерін жария етуі. Ал бұндай адамдар ол нағыз ақылсыздар. Сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Абай Құнанбайұлы 6-шы қара сөзі. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзін, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Абай оқуларынан үзінді оқу эстафетасын ағылшын тілі бірлестігіне жолдайды. Құрметті ұстаздар, біз номер 52-ші мектеп лицейінің ағылшын тілі пән бірлестігі мұғалімдері Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын тарих, география және өзін өзі тану пән бірлестігіден зор қуанышпен қабылдаймыз. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, тетігін тапта бар қалан. I have a great white king, no reason to be alone, but I wasn't understood. And I'm alone among, that's the tomb of shaman. And I'm alone, that's my truth. Алыстан сермеп, жүректі тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десем өзім біл. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, қор етеді қулығын ішке сақтап, өзің есен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртым, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі майғы елде көрдім. The clouds are grey and gloomy boding rain, and autumn misty envelopes the bare earth, chasing each other through the spacious plain to warm themselves round Paul's last year's birth. Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма? Алды үміт, арты өкініш, алдам шөмір, желсін жерге тықпас, кісің бар ма? Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Жесіз дүние жарылған, сәулесі суда дірілген, ауылдың жаны терең сай.
Good day, dear teachers. Our school's number 52, School Lyceum. We take the baton from English teachers for us, and we are going to read Abbay's lyrics. Саламатсыздар, бүгінгі біздің 50-ші мектептің лицейінің мұғалімдері. Біз сіздерден, яғни ағылшын тілі пәні мұғалімдерінен ұлы Абайдың туғанына 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны өте үлкен қуанышпен қабылдап отырмыз. Өмірінде көп жерге жетеді, көп жерге байлады. Бақ осы бауына емшектік камакасы. Адам емшектікке қасы еңбекқорлықты көрсетті, ол жақсы емес. Өйткені осы емшектікке камакасы ол алдыға ізет жол қою. Адам алдына ізет жол қойса, онда адамның өмірі жақсылады. Және адам осы ізет жолды өте көпке жете алады. Осы адамның ізет жолы оның өмірін ұстайтын, өмірін қимылдайтын, және осы адамның көрсететін ізет жолы. Ата-анаға көз қуаныш, алдына алынған еркесі, көкірегіне көп жұбаныш, гүлденіп ой еркесі. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірдің берген өнері көп бұлттан ашылса. Уайым аз, үміт көп, ет ауырмас бейнетке, бүгін ертең жетем деп, көңілі алған дәулетке. Жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ, талаптың аты арындап, әр қиынға салған шақ. Бүгінгі эстафетамызды физика және информатика пән бірлестігінен химия, биология пән бірлестігіне жолдаймыз. Құрметті ұстаздар, Шымкент қаласы нөмір 52-ші мектеп лицейінің химия, биология бірлестігінің ұлы Абайдың туылғанына 175 жыл толуына байланысты өткізіліп жатқан эстафетаны физика және информатика бірлестігінен ынтамен қабылдаймыз. Ендігі кезекте химия, биология бірлестігінің Абай өлеңдерін оқуды ұсынамыз. Абай Құнанбаев. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сырмен сымбат. Арзан, жалған гүлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Керегіз бозбалаға талаптылық, әр түрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді, сөзге сынық. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибрат алу керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталап ойлану керек. Көңілге бекіту керек. Төртінші, ой келесі нәрседен қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншылдық, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күлкі, ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Абай Құнанбайұлы. Желсіз түнде жарық ай. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Абай Құнанбаев. 1886 жылы. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз қарым болмаса анда санда. Пайда үшін
біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан жығақ қисайғанда, мұның менің қай жерім аяулы деп бірге тұрып қалады кім майданда. Абай Құнанбайұлы, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсаппақ, бір ғалымды көрсеңіз. Абай Құнанбай, қыз, ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқа жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бенен қар, кәрі құдан қыз келіп сәйек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан қашып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегің сендей салалмас, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақра алалмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойға олақ. нөмір 54-ші мектеп лицейіні өзбек тілі және әдебиеті бірлестігіне жолдаймыз. Біз өзбек тілі және әдебиеті қан бірлестігі Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай өткізіліп жатқан эстафетаны биология пәнінен қабыл аламыз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздым жастарға бермек үшін. Тын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Әсемпаз болма ақылеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кемтігін тап та бар қалан. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы,
Biz estafetani Yemek muallimlariga topshiramiz. Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған эстафетаны біз технология бірлестігі өзбек тілі бірлестігінен қабыл аламыз. Қарағым қалқама, қайғыңнан азамын, барушы айтама, күн бойы күтемін келер деп хабарым. Қайғырмай не етемін, бізде жоқ назарың, көңілге жұбаныш, сен едің базарым. Сенсіз жоқ қуаныш, тозды енді ажарым. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілмен кештермедім. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге ғашық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Ақ киімді тінеді ақсақалды, соқыр мұқауыт танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау тісі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аязбек қар, кәрі құдан қыс келеп әрек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аязбенен қызарып ажырланды. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кепігін тақ та бар қалар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Қазақтың бір туар ақыны ұлы Абай Құнанбаевтың туылғанына 175 жыл мерейтойына орай Абай өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын технология бірлестігінен аса қуанышпен қабыл алды. Олай болса, бастауыш сынып жетекшілерін осы шара аясында қандай жұмыстар атқарып жатқанын бірге көреміз. Олай болса, іске сәт. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Біз Абай өлеңдерін оқу эстафетасы іс-шарасына шағын репортаж жүргізіп жатырмыз. Балаларымыздың сіздің өнеріңізді көруге келдік. Жақсы. Ал балалар, ондай осы өнеріңізді көрсетеміз ба? Жақсы. Ұлын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, марланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Мінекей балалар, Абай атамыз босқа ойнап күле бермей не қылыңдар деп жатыр балалар? Сабағымызды оқуымыз керек екен. Абай атамыздың тағы қандай өлеңдерін білесіңдер? Ой, жақсы. Балзи, айта қойшы. Күз Абай Құнанбаев, сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жер басқан, білмеймін тойған ма, туылған ма, жол қойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жақсы. Ал жақсылық айта қой. Абай Құнанбаев, қыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақырау, түсі суық, басқа жер сықырлап келіп қалды. Өте жақсы балалар, мінекей біздің балаларымыз Абай атамыздың жыл мезгілдеріне арналған өлеңдерін бәрін біледі екен. Рахмет сізге, Раман. Жарайсыздар балалар, талаптарыңа нұр жаусын. Міне, кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған кішкентай балақайларымыз Абайдың өлеңдерін тамаша жатқа айта алады екен. Олай болса, келесі сыныпқа қонаққа баралық. Мұнда да керемет сабақ жүріп жатқан сияқты. Олай болса, қонаққа кіріп көрейік. Биыл балалар Абай атамыздың туылғанына 175 жыл. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні кернек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Балалар, енді біздерде де Абай атаның өлеңін білетін оқушылар бар ма екен? Қайда айтып көрейікші. Сол болып тісі суық қаптайды аспан, көз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойған ма, тоңған ма, жұлқ ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жолы типтеп тегіс, жұмыр келсін айналасы. Құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті
ki, көзге түрлі ой салар, әнді сүйсе мен жесек. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң жетпеді, уысыма қолымды мезгілімен кестермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сөрмесем өстермедім. Санатта оқып жүр талай қазақ баласы, жаңыш көрім көкөрім, бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа саласы. Керемет, жарайсыңдар балалар. Өнерлерің өрге жүрсін. Абай атамыздың осындай керемет өлеңдерін әрдайым жатқа біліп жүріңдер. Тамаша. Олай болса, келесі сыныпқа қонаққа баралық. Мұнда да бір сабақ өтіп жатқан. Олай болса, бұл сыныпты да көрелік. 19-шы сөзін оқып берейік. Барлығымыз маған қараймыз. Тыңдап отырыңыз, көре ме балалар? Абайдың 19-шы сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті, көріп, ұстап, тартып ескерсе дүниедегі жақсы жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескертіп, жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естен жеке өзі Мұнда да Айгүл апайымыз Абайдың 19-шы қара сөзін балдарға өсіп беріп жатыр. Қандай тамаша. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәттіки, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен шеше деп Абай атамыз жырлағандай, бүгінгі ұстаздарымыздың әсем әуенін тыңдап көрелік. Oh